Сәлеметсіздер ме көрермендерім менің? Бүгін сіздермен бірге орамаға ұқсас бір ерекше тағам әзірлейміз. Үйде қандай, мысалы, фарш бола ма, мінекей, ет бола ма? Етті де уақыттап тұруға болады. Мен фаршпен жасайын деп жатырмын. Дайын үйдің фаршы, мінекей. Көп зат қажет емес. 1-2 картоп, бір жуа, жұмыртқа, суымыз, дозымыз. Ал ендеше біз бірінші қамырымыз жасап алайық. Қамыр енді 1-2 кесе ғана алыңыздар. Енді стеуге көбірек жасасаңыздар, қамырын молдауға аласыздар. Мен азғантай ғана жасап көрсететін болғандықтан 1-2 кеседей ғана алдым. Ал енді қамырымызды жасау үшін 1-2 кесе ұнымыз бар. Мінекей, енді соған 1 жұмыртқа қосамыз. Енді қоспасаңыздар да өздеріңіз білесіздер, бірақ мен негізі қосам, 1 жұмыртқа қосам. Сосын 1 шай қасық тұз қосыңыздар, толтырмай. Бисмилля. Сосын кішкене 1 тамақ ішетін ас қасықпен шамалы сұйық май қосыңыздар. Енді осыны жақсылап жылысумен осыдан қамыр жасайтын боламыз. Қамырды өте қатты қылмаңыздар. Кәдімгі еттің нанын жаясыздар ғой, солай жасаңыздар. Қамырымыз дайын болды. Енді қазір салфан шөтшікқа салып, кішкене 10-15 минутқа бұқтырып қоя тұрыңыздар. Жұмсақтық осындай болсын. Ал енді қамырымыздың ені қанғанша ішіне салатын фаршымызды дайындаймыз. Оған бірінші картошкамызды кәдімгідей мантыға тураған сияқты жұқалап, көпшілеп турайсыздар. Көрсетіп жүрейін, қалай турайтынымызды. Өте ірі болмаңыздар. Қазір ораған кезінде кедергі болады. Сондықтан кішкене жұқалау болған, кішкентайлау болған жақсы болады. Осындай көлемде. Картошкасын турап болдық, енді жуасын тураймыз. Бұны да жіңішке жұқалап тураңыздар. Жуасын турап болдық. Енді осыған азғантай бұрыш салыңыздар. Енді өздеріңіз қара бұрыш саласыздар ма, үйде қандай бар, соны саласыздар ғой, бәрібір негізі. Енді кішкентай фаршы тұздалған ет, мен сонда да кішкентай салайын, азғантай. Қасықтың жартысымен салдым. Енді менің фарш кішкене сүрленген еттің фаршы болғандықтан азғантай кішкене бұлар мұндай қаттылау, сосын шашыраңқы болып тұр, сондықтан мен бұған кішкентай су құяйын деп тұрмын. Сіздер енді өздеріңіз бақылап қарайсыздар енді. Бесіне кішкентай. Мен осыны жақсылап араластырасыздар. Нанымызды 1 басып қойдық. Қамырымыз дайын. Қамырымыз дайын. Осы қамырды 1 басып қойыңыздар. Кішкене ені қанған жақсы болады. Сосын кішкентай бөліктерге бөлеміз. Енді жобалап, енді үлкендігі 8 бөлік шығу керек. 3, 4, 5, 6, 8 бөлік шығу. Осыны енді дөңгелетіп аласыздар. Үлкендігі осындай болсын. Барлығын осылай дөңгелетіп шығамыз. Қамырымызды бұлай салафанға салып қойыңыздар, бет кеуіп қалса ысылмайды мінекей. Енді бисмилля деп қамырымызды саламыз.
жұқа қылыңыздар қамырын. Қамырымыз дайын болып қалды. Жұп-жұқа болғаны жақсы негізі. Үстеліміз ақ болғаннан кейін көрінбей тұр, негізі жұқа. Астынан қолдарымыз көрініп тұратындай болсын. Қамыр дайын. Енді осыған кішкентай мен сұйық май жағып жүрейін, азғантай. Негізі жақпасаңыздар да болады, еттеріңіз майлы, фарштарыңыз майлы болса. Мен енді өзімнің осылай жасаймын, сол сіздерге көрсетіп жатырмын. Енді сіздер қалай жасайсыздар, жазып кетіңіздер. Мүмкін сіздердің де рецептеріңіздермен жасап көрейін. Енді осыған жаңағы дайындалған фаршымызды саламыз. Өте қатты толтырмаңыздар. Бұның бір құпиясы қазір оқтауға ораған кезінде шығып кетуі мүмкін. Сондықтан да осылай ғана азғантай ғана қылып салыңыздар. Болды. Енді осыны ақырындап оқтауымызға ораймыз. Осының құпиясы осында болып тұр. Енді осыны ақырындап оқтауымызды алу керекпіз. Бірінші былай жинап аламыз. Енді осыдан оқтауымызды ақырындап алып шығамыз. Осылай барлығын жасап шығамыз да, ары қарай көрсетемін. Ал мінекей жаңағыдан 4 осындай шықты. 4 жұтуғы шықты. Соңғысын жасап жатыр. Тағы бір көрсетіп жүрейін сіздерге. Фарш болмаса уайымдамаңыздар, еттен де жасай беруге болады. Мен қолда бар болғасын фарштан жасап жатырмын. Асықпай ақырындап қана қысыңыздар. Енді мантаваркымызды майлап, бір енді манты сақылды уақытта пісіресіздер ғой, 45 минут, 40 минут, 45 минут дұрыс болатын шығар. Жағында кішкене жағып жүріңіздер. Бесіне деп енді салайық. Мен енді екеуін салам. Осылай. Ал суымыз қайнады. Тағамымызды қоямыз. 40-45 минутқа. Қатты қаятпайым десеңіздер, кішкене басып қойыңыздар. Ал құрметті көрермендерім, менің тамағым дайын болғанша, мен баламның мұндай күміс кнопкасын көрсетіп жатқан себебім, осындай күміс кнопкаға мен де жеткім келеді. Маған 100 000 подписчик болса, осындай күміс кнопка аламын. Сондықтан да маған осы күміс кнопканы алуға көмектесіңіздер. Подписчиктарым көп болса, мен міндетті түрде аламын. Сондықтан да таныстарыңыз болса, жолдастарыңыз болса, менің каналыма подписка жасасын, лайк бассын. Маған осылай күміс кнопкаға қол жеткізуге сіздер көмектесесіздер деп мен өзім ойлаймын. Тамағымыз дайын болғанша біз подливімізді жасай берейік. Міне, оған қажеттер, помидор, морковь, сәбіз, жуа. Енді бұл міндетті емес, өте қатты. Өздеріңіз білесіздер, бір сармайда жаға салуға болады бетіне. Енді мынау жуа көптеу болатын шығар. Мен осыны жартысын аламын.
осыны уақыттап тұраймыз. Енді өте уақыттап керек емес шығар, мен осылай жобамен осылай аламын, мінекей. Көрсетейін. Бәрі құрылады ғой бұл қазір. Бәрін осылай уақыттап турап аламыз. Мен енді кейде үйдегілер науқы жатса, мен жаңағы пісірген тамағының бетіне сармай жағам. Сармай жағам, сливочный май жағам. Бірақ енді сәндірек болсын, әдемірек болсын деп, мен сіздерге осылай көрсетіп жатырмын. Жуан осылай турап аласыздар. Помидорымызды. Помидорларыңыз болмаса, кішкене томатпен де жасауға болады. Мен енді қолда не бар, содан жасап көрсетіп жатырмын сіздерге. Тәтті бұрышымызды да солай тураймыз. Қызыл бола ма, сары бола ма, бәрібір. Әр тамақты пісірген кезінде сол тамақтың табарының реті де болу керек негізі. Енді морковімізді, бұл көп піседі ғой, сондықтан да мен мынау вакуумдан өткізгім келіп тұр. Бізде анау подливіміздің ішінде тез пісетін заттар бәрі де, сондықтан да мен мынаны кішкене вакуумдан өткіземін осылай. Сіздер енді өздеріңіз білесіздер. Қосасыздар ма, қоспайсыздар ма? Мен азғантай қосамын. Осыны уақыттап, осы жетіп қалатынша. Ал енді азғантай сұйық майымызды құямыз. Жетеді. Енді бәрін бірге сала береміз. Жуамыз, помидорымыз. Осыны жақсылап қуырып аламыз. Енді бұған бір жарты шай қасық тұз саламыз. Шамалы түсін берсін деп кішкене паприка қосамыз, болмаса қоспай қойыңыздар. Мен бар болғасын қосып жатырмын, азғантай. Сосын азғантай бұрыш қосыңыздар. Жақсылап бетіп араластырып, бір 10-15 минуттай қуырып алыңыздар. Мінекей асымыз дайын болды. Тамағымыз дайын болды. Енді осының бетіне жаңағы пісірілген подливімізді саламыз. Мен кішкентай су құйдым, құрметті көрермендер. Сіздер де кішкене құйсаңыздар болады. Бетіне пісірген кезінде кішкене май жақсаңыздар да болады. Мен жаққан жоқпын. Себебі қамыр өте әдемі. Бисмилла. Иісі әдемі болып тұр. Осылай бетіне салып шығыңыздар. Ас көк болса, ас көкпен сеуіп кішкене әрлеп жүруге болады бетін, бірақ менде не бар, содан жасадым неке. Ал енді дәмін татамыз. Ал дегустатор қызымыз жоқ. Мен балаларым үйіне келгем, сондықтан да өзім дәмін өзім тататын боламын. Неке түрі өте керемет. Дәмі де жақсы деп ойлаймын. Иісі өйткені жақсы иіс шығып тұр. Бұның енді ерекшелігі орамадан біз оны оқтауға орап пісіргенбіз. Арасын көрсетіп жүрем неке. Сочный өте әдемі. Өте дәмді. Керемет шығыпты. Маған өзіме ұнап жатыр. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Ал құрметті көрермендер, бүгін сіздермен жасаған тағамымыз дайын болды. Мінекей түрі де әдемі, иісі де әдемі, дәмі де өте керемет. Бұл енді
орамаға ұқсас, бірақ кішкене өзгешелеу. Неке үйлеріңізде отбасыларыңызға дайындаңыздар, подписка жасап кеттіңіздер, лайк басыңыздар, комментарийға өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.